Күйеуі еңбек нан табу үшін Ресейге кетеді. Ал әйелі балалары мен үйде жалғыз отырады. Ағайын туысынан келетін заттар да таусылады. Бір күні көршісі әйелдің алдына келіп, 200 шақты мәнтінің қамырын береді де, үйге қонақтар келіп жатыр еді, осыны дайындап беріңізші, деп кетеді. Әйел жарайды деп көмегін беріп жатқанда, ойына бірден жаман ой келеді. Осының 15-20 шақтысын балаларыма азық ретінде алып қалсам қайтеді, деп ойлайды. Кейін, жоқ, бұл мүмкін емес, біреудің нанын жеуге болмайды, дейді. Сонда шайтан, жесеңші, ал, балаларыңның да қарны аш қалмасын, ол білмей де қалады, қазір оның бар ойы қонақтарда, дейді. Солайша әйел алып та қалмауды, жемеуді де ұйғарады да, солайша шешім қабылдайды. Бір уақытта мәнтіні алып кетуге көршінің қыздары келеді де мәнтіні алып кетеді. Арадан біраз уақыт өтіп, Айсәуле әпке үйге кіріп келеді. Қолында 2 сөмкесі бар, 2 сөмкеде толған тамақ. Әйел қуанып кетеді де Айсәуле әпкемен амандасады. Сонда Айсәуле әпке айтады: түнде түсіме марқұм әкем кірген екен. Осы үйде, осы аулада әкеме еркелеп жүрген сәттерім есіме түсіп, әкемді еске алу үшін біраз тамақтар дайындап келдім, деп жауап береді. Көрдіңіз бе? Алланың құдіреті шексіз. Сәл қалғанда жаңағы әйел нәпсіне еріп, жамандық жасап қояр еді, деп біздің аңызымыз осы жерден аяқталады. Егер осындай қызықты аңыздарды естігіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.